Жұма ве ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын. Бүгін ноябрінің 25-ші ве Қырым işğalının 1002 күні. Шымдыки эфирімізде бөле мәліматлар. Түркия векіллері Қырымда ақылар бұзылықларыны көрмегенлер. Қырым татарлар мында өзлеріні пек яқшы есетелер. Эрвин Нерде, Киевдeki Rusya elçixanesi yanında акция. Ең аз ғайып болған 15 инсан аққында ешбір түрлі мәлімат жоқ. Мұсылманлар тәртіпсізліктерінің тоқтатылмасыны талап етелер. Қырымның ел басшылығындан қанунсызлық ве провокациялар тоқтатылмасыны талап етеміз. Қырымда инсан ақлары бозылмай. Бұл күнлерде ярамаданы зиярет етмек үшін келген Түркия векіллері денелген ейтінің рейсі бөледі гендір. Түркияден ярамадаға келген мұсафирлерінің зияретін федераль Кутлеви хабер васталары тарафындан айдынлатарақ Қырымға низбеттен Түркия санкцияларыны ләғу етечігіні илян етмектелер. Межлісте хабер бергенлері кеби ейет теркібіне Түркия девлетінің ресми темсілжілері кірмемектелер. Қырым татарлар мында өзлеріні пек яқшы есетелер. Көргеніміз кібі ешбір түрлі зұлым yok. Кезлев мұсылманлары Қырымның işğalci елбашчысы Аксеновға видео мұражат яздылар. Кешкен авта хан Джемиде ФСБ хадимлері тентюв кечіргенділер. Нетижеде санкидерсін экстремистік китаплар тапылған. Дин жемиеті азалары бөлі китапларға алақалары олмағанларыны білдірелер. Книги, которые якобы Тинту девамында тапылған китапларына жамиге белі бір инсанлар ташлаған. Олар Кезлефе атта Қырымда барашық вазиет олғанны істемейлер. Қырымның ел басшылығындан қанунсызлық ве провокациялар тоқтатылмасыны талап етеміз. И в целом на Крымском полуострове царил мир, согласие. Мы просим руководство Біздер республики... Жұмхурия такиметі ве девлет елбашчыларындан провокацияларының тоқтатылмасыны істейміз. Біздерні тынчлықта қалдырып, барышықны істейміз. Базы шахыслары тарафындан кечірілген әрекетлерден ачувлымыз. Бұның үшін Қырым акиметіне низамсызлық тоқтатылуынен бағлы риджанен мұражат етеміз. Кайсер Джемилев азат етілді. Оны анасы өмір арқадашы ве адвокат қаршылады. Оны таздықланған ресімні адвокат Николай Полозов өз Facebook сайфасында дәрчеткендір. Джемилев Астрахань колониясында мұхайсызлықнен инсан өлдіргені үшін жаза чеккендір. Русия махкемесі ona 3,5 ел күреш жазасыны белгілеген еді. Эрвин қайда? Бөлі суалнен Киевдeki Rusya елчілігі өгінде Крым сосфальджелері чықыш яптылар. Олар işğalci акимет ярамадада инсанлар хутлеви шекелде ғайып олғаныны тақық етмегеніні көстермек үшін көзлеріні бейаз шаритнен бағладылар. Олар қырсызланған Эрвин Ибрагимов тапылмасына бір шей япмағаныны білдірелер. О ярым ел әверсі Бақчысарайда қырсызлаған еді. Оннен бағлы да ешбір түрлі хабер жоқ. Қырым сосфальджилерін Киевдeki Рус елчілігі өгінде топлашалар. Әлерінде Қырым işğali девамында ғайып олған ве қырсызланған инсанларының адларынен шарлар. Минимум 15 людей на территории Крыма неизвестно, где сейчас находятся. Ең аз ғайып болған 15 инсан аққында ешбір түрлі мәлімат жоқ. Инсанлар ғайып болғанына инсанлар битараф. Украина акиметі ве шетел партнерлар да бұны көрмей. Власти Украины чаще всего не видят международные наши партнеры. Фальджилерін көзлеріні бейаз шәритне бақлалар. Işğalci акиметі ярамадада Кутлеви инсан ғайып олығы жоқ дегеніні аксетелер. Олар тапылмасы үшін кімсе бірде-бір әрекетлер япмай. Олар аққанда пек чоқ айталар, ләкин бір шей япмайлар. То, что вот надежда обнадежили меня, вот действительно надежда человек. Бошына айтмайлар, инсан арзунен яшай. Бұ іште бір нұр көрменге істейсін, ләкин бұ шавле көрінмей. Еп чуқур, қаранлық ве қаранлық. Бұл видеода Эрвин Ибрагимовның бабасы умер. Оз үмітлері ақында айта. Оның оғлы бұтын дүния Қырым татар конгрессінің азасы ярым ел евелісі майсын 24-ден 25-не кечен кечесі Бақчысарайда қырсызланды. Оның қырсызлануыны қайдеткен видеокадрларына дүнияның чешіт көшелерінде көрділер.
Целых полгода непонятно, где он. Олар Эрвин Ибрагимов ишінде тақық башлаганларны білдірділер. Біздерден чоқча малюмат талап етелер. Иза алмақ үшін Русия Федерациясына сорав юллағанларны білдірділер. Эрвин Ибрагимов хырсызлануына Бірлешкен милитер тешкілятының зорбалық нәтижесінде хырсызланғанлар ишлерінде иш группасы да қошылды. Анда да бір нәтиже да жоқ. Они как бы проинформировали нас о Ярым том, ел что кешті, ләкин о қайда ве насыл олғанны білмейміз. Бұ біз үшін сойсоплары, әмде бұтын қырымтатар халқы ве ләқайт олмағанлары үшін пек дешетлідір. Акция штиракчилері бір айдан бұл ерде топлашмаға шандырдылар. Бұле акциялар ишғал олынған территорияда әрбір ғайып олғаны тапылмағанына қадар кешірілечектір. Роман Спирдонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Оз тарафына чекмеге фурсат тапмағанларға Украина диверсанты тамғасыны басалар. Украина тәлікесізлік қызметі бұл шекілде бір хабер бермекте. Истихбаратчы оларақ деп танылған шақысының яқалынывы соңки сефер түневін Ақяр шерінде кечірілді. Қабатлы оларақ Қара Дениз флотының арби қызметшісі Леонид Пархоменко олғандыр. Кырымдaki ФСБ бақсыткен бүтінде қалавлар Украина ватандашларының жасузлыққа жәлпі тюфтеші бүслерінің мұфафақайытсыз нәтижесідір. Русияге қаршы көрсетілген санкциялар Минск анлашмаларының шартлары еріне кетіріліп, истеләжі девлет Қырымны терк етмегенже девам етежектір. Бұл уақытта Петро Порошенко Брюссельде кечірілген 18-ші Украина ЕС саммиті эснасында білдіргендір. Президент Европа Бірлігі елбасшылары тарафындан декабрь айында санкцияларының ұзатылacağına үміт беслемекте. Бұндан да ғайры ислят лейхалары Украинада қабаржылыққа қаршы күреш ве Украина үшін визасыз режимнің еда етілежігі музакире етілді. Питання російської агресії, нелегальної Русия анексії тежавузы Қырым ве Донбастаки вазиетнен бағлы меселе сайланған президент Трамп тарафындан көтерілді. Субъетнің инжеліклерін açıqlamaға істемейм. Ләкин мен Украина шарқында ве Қырымда олған вазиет ақында толы малюмат бере білдім. Біздерге конгресте олған екі фырқа тарафдарлары да қол тұталар. була нагода дуже детальну інформацію. Бұнен бірлікте Украина президенті Қырымда олған вазиетні Трамп еле музакире еткендір. Порошенко ве Америка Қошма штатларында сайланған ені президент телефон вастасынен субетлешкені Брюссельде білдірді. Украинаның қачақ президентінен скайп вастасынен япалачақ сұрғы япылмады. Виктор Янукович Евромайданда 48 фальджиге açылған атеш іші бойынша шаат оларақ танылмақтадыр. Махкеме салонына сабық бер күтхадимлері кетірмегенлері себебінден отырыш башқа күнге авуштырылды. Янукович бұны энқастан япылған провокация деп таныды. Светошинск район махкемесі рахмарық инсан елі толы. Бұның себебі Януковичның сорғудан кечмесі. Махкеме топлашувның башланмасына бір сааттен зияде вақыт қалды. Ләкин бинада аяқ басмасының чаресі жоқ. Оның үшін журналистлер үшін башқа бинаны hazırladılar. Махкеме топлашуы күндіз саат 1-де башланмақ керек. Ләкин аятта айталар ки, оны башқа вақытқа кешіре білелер. Лукьяновск СИЗОсы янында сабық беркут хадимлері или олған автозак әрекетіні фаличілер блок еттілер. У нас є інформація, що має бути... Олған малюматларына Корея, Майданда инсанларыны өлөдірген инсанлары бойынша махкеме кечежігі белі ве карары бойынша оларны ебережек олалар. Оларны ебермесінлері үшін сизадан махкемеге жекетмелеріні имкан бермежекміз. Що, можливо, він може таке що сказати, що комусь не дуже потрібно. Belki de şimdiki hükümetine faydalı olmayan cevaplarını berip bir şeyler ayta bilecek. Не есе махкеме башлана. Монитор экранында Ростов махкемесінде Виктор Янукович ве оның адвокаты. Онлайн режимінде топлашувның башқа күнге кечірілмесіні музакире етелер. Янукович биянат япмаға істей. Я хотів би зробити коротку таку заяву, що... Мен биянат япмаға істейм. Віктор Федорович, я вибачаюся, ви... Бағышлаңыз сөзіңізні бөлежем тек кечіру вақында айта білесіз. Сабық президенті Виктор Янукович ile планаштырылған скайп сорғысы кечірілмеді. Махкеме салонына сабық беркут хадимлеріні кетіріп оламадылар.
Евромайданда инсанларның өлдірілмесінде қабатланған Беркут хадимлерінің адвокаты ве прокурорның шандырғанына көре, сабық президент Виктор Януковичның сорғының башқа күнге кечірілуінде мерақлы дегілер. Їх навіть не готували до доправлення сьогодні до суду. Сабық Беркут хадимлеріні махкемеге кетірілмесіне азырламағанлар. Имайы тарафына бұл керек дегіл, чүнки сұрғу біздің тешібісіміз әді. В наших интересах, щоб допит, якщо вже... Махкеме топлашуының кечірілмемесінде прокуратура мерақлы еді. Bizim мерағымыз сұру толу шекілде кечірілмемесінен бағлы. Майданда жинайетлер бойынша Невбеттеки махкеме топлашуыны ноябрь 28-не кечірділер. Янукович базар әртісі күні келмеге соз берді. Наталка Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Ноябрьнің 27-сінде Киевде Ватан сесі адлы Қырым-татар концерті кечежек. Танталы ақшам байрамында Қырымдан ве Ижғал вақтындан сон эсас Украинаға көчіп келген санаткерлар иштирак етежеклер. Концертте Қырым-татар миллетінің лидері Мустафа Джемилев ве Меджлис рейсі Рифат Чубаров сөзге чықажақлар. Концертның соныны Евровидение 2016 ярышының ғалебі ве Украина халық артисті Джамала ярыштырajaq. Произойдет грандиозный концерт. Незабываемое шоу. Муаззам концерт olacak. Unutulmaz шоу. Киевде bu derecedeki yüksek bir seviyede geçirecek birinci Kırım-Tatar konserti. Pek ciddi bir şekilde hazırlanamız. Siz konsertke kelip olamazsınız, sabah turşu şounu dinleyiniz. Konsertte iştirak edecek olan bütün sanatkarlar Meydan Radyosu'nda sizin için interview verecekler. Участвовать в концерте, дадут интервью для вас, дорогие друзья, на радио Мейдан. Bu bizim sonki haberimiz edi. Rahatlıq günlerinizni eyim etdi ve ATR teлеканалы ile keçiriniz. Görüşmek üzere.